Бәріңе сәлем достар, сіздермен мен Бекзат. Осы видео бастамай тұрып, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, және де комментарий жазыңыздар. Ал енді ең күшті комменттер. Сәлем, менің атым Петр, мен жануарлармен сөйлесемін. Сенбесеңдер, менің оқығанымды тыңдаңдар. Мен 14 жастамын, Мәскеу жақтағы кішкентай ауылда тұрамын. Ауылда өмір сүргеніме қуанамын. Мен табиғатты және де жануарларды қатты жақсы көремін. Көп жыл бойы жануарлармен жүретінмін. Ал мен жастарым мені ауру деп ойлайтын. Маған бәрібір болған. Өйткені мен достарым өте көп. Олар жануарлар. Олар да мені қатты жақсы көреді. Және де олар мені үйдің алдында күтіп тұрады. Мен шыққанша дейін. Содан кейін біз ойнаймыз. Үйімнің ауылында қозыларды, иттерді, мысықтарды және де басқа ауылдағы сиырлар болатын. Осы жақында өте біртүрлі зат болды. Мен арықтың қасында болғанмын. Сол кезде сыныптастарымды көрдім. Мектептегі ең күшті балалар болған. Олар мені күнде тиісе беретін. Сол күні де қайтадан мазақтады. Батан деп. Мен сол мазақты шыдамай ішіндегі бір балаға айғайладым. Олар мені түсінбеді де маған жүгіріп келді. Содан кейін ұру бастаған. Мен де қорғандым, бірақ та олар үшеу болған. Содан кейін мен кішкентай жотадан тастарға құладым. Осыдан кейін мен талып қалғанмын. Мен бір жерде жаттым. Қасымда өте көп жануарлар болған. Мен олардан қорықпадым, өйткені олар адамдар сияқты мені тиіспейді. Бір кезде ит маған келіп сөйлей бастады. Мен шошқаннан секіріп кеттім. Содан кейін басым айналып кеткен. Сол ит басқалардан сұрады, менімен не істейміз деп. Иттер сөйлесіп жатты. Мен қалай үйге апару туралы және де тиіскен балалар туралы айтып жатқан. Мен шошып тұрдым, өйткені осындай заттар тек қана кинода болады. Бірақ та жануарлар әлі сөйлесіп тұрған. Біраз уақыттан кейін сұрадым. Олар мені түсініп тұрма, және де неге мен оларды түсініп тұрмын. Олар отырды да айтты, сен бізді түсініп тұрсың ба деп. Мен айттым, иә, түсініп тұрмын. Барлық жануар айғалап маған жүгіру бастады. Менің естігім, алақай, ол бізді түсініп тұр. Ондай бола ма деп. Мен қорыққаннан қашып кеттім. Содан кейін үйім алдынан шыққан. Күні бойы далаға шықпадым. Содан кейін ұйықтай салайын дедім, бұл жайғанақ түс па деп. Таңертең ақырындап далаға шықтым. Менің үйімде тауықтар болды. Олар сөйлемеді, жайғанақ жер шоқып тұрған. Мен тауыққа жақындап қалдымда ол айғала бастады. Бала шықты деп. Өкінішке орай бұның барлығы шынайы болған. Далаға қарасам басқа жануарлар келе жатқан. Достар, осы видео 2 бөлімге бөлінген. Сондықтан да оны көру үшін 100 лайк жинаңдар. Содан кейін екінші бөлім шығады. Ал достар, сау болыңыздар.